сәлем. Бүгінгі біздің видео сабақты қалай үздік оқуға болады, сабақта қалай жақсы баға алып, жақсы үлгеріммен оқуға болады деген видео болады. Менде өзімде қазір 8-ші класс оқимын, 8-ші классқа дейін әлі 1-1 4 болмаған. Бірінші класс саналмайды енді. Ол кезде менде орыс тілінен қиналып қалған болатынмын. Сол үшін сіздерге өзімнің кішкене болсын үйренген заттарымды, пайдалы кеңестерімді айта кетейін. Біріншісі, бізде 1-1 тақырыпты үзбей оқу. Бұны қалай түсінеміз? Мен мысалы сабақ оқымай, түсінік айтпай баратын болсам, бір рет қана оқып сабақты, одан кейін мектепке барамын. Себебі сабақта жақсы активный болып отыру үшін сұрақтарға жауап беріп, яғни сабақ айтпасам да баға алып отырамын солай. Үздіктердің көбісі негізі солай жасайды. Екіншісі, активный болып отыру. Бұл жерде біз сол сабақ айтпай жүрген кездері сұрақтарға жауап беріп, немесе сабақ айтып жатқан адамға сұрақ қойып, солай активный қатысып отырсаңыз, тапсырмаларды жылдам және кітаптағы көптеген сұрақтарға жауап беріп, дәптерге жазып, апайға апарсаңыз да баға алатын боласыз. Мен кейде солай жасайтын боламын. Демалып аз-аздан оқу дегеніміз, біз де адамбыз, біз робот емеспіз мысалы да. И бізге кішкене болсын демалыс керек. Яғни біз мектепке барған кезде де 45 минут оқып, қалған 5 минутты мысалы демаламыз. 15 минутта тамақ жеп, солай, далаға шығып, солай жүріп қайтамыз да, демалып, кішкене ойымызды бөліп, және сол үшін аз-аздан оқып, демалып отыру қажет. Яғни, үй тапсырмасын орындаған кезде пландап, жоспарлап қойыңыз. Өйткені жоспарлау арқылы сіз тезірек сабағыңызды оқып біте аласыз және шаршамай тезірек орындайсыз. Мысалы, бір сабаққа уақыт қойып қойыңыз. Мынанша уақыт оқимын, мынанша уақыт демаламын. Яғни мен түсінікке дайындалған кезде жарты сағатымды оқуға, ал 5 минутымды кішкене телефон көріп, тамақ жеп солай өткіземін, демалып қаламын. Видео сабақтар көру. Мен кейде сабақты тақырып түсініксіз кезде ғана видео сабақтар көретін боламын, биология, географиядан. Бұл арқылы біз тезірек сабақты түсіне аламыз және біз тек қана жаттанды қылып түсінік айтып бермейміз да, апайға ол біздің бәрібір миымызда қалмайды. Ол үшін бізге видео сабақтар көру керек. Сол видео сабақтарды конспектті қылып дәптерге жазсаңыз да, ол сіздің миыңызда міндетті түрде сақталып қалады. Мысалы, біз алгебрадан үй тапсырмасын келіп, сондай ГДЗ или здания.com деген жерлерден көшіріп ала саламыз. Оны бәріміз білеміз. Ал кейбіреулері ютубтан қарайды. Сол ютубтан қарап, тек қана жауабын жазып алмай, оның қалай шығарылғанын көрсеңіз болады. Мектепте оңай есеп шығара аласыз. Біз тақырыпты түсінбей, яғни мен мысалы бір тақырыпты 10 рет, 5 рет оқыған кезде вообще түсінбеймін. Бір түсініксіз тақырыптар болады ғой, сол тақырыптарды мен түсінбей кеткен кезде видео сабақтар көремін. Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Біз бүгін жұқпалы аурулар және оның алдын алу шаралары туралы сабақ. Өзіңе комфорт, әдемі жерде оқу. Біз бір жерде қысылып, или болмаса жарығы аз жерде оқысақ, ол по-любому бізге зиянын тигізеді. Өйткені жарығы аз жерде оқитын болсақ, біздің көзімізге зиян келеді, ал дұрыс емес жерде отырсақ, біздің бұлшық етімізге, денемізге зиянын келтіреді. Оның орнына әдемі жерлерде, кең, таза және заттарыңыз шашылмайтын жерде оқыңыздар. Және де заттарыңызды жинап жүріңіздер. Өзіңізге әдемі жерде оқу сізге мотивация да беріп тұрады. Яғни, біздің кеңсе үстеліміз әдемі болып отырса, енді әдемі жерді кім қаламайды деген сияқты ғой. Кеңсе үстеліңіз әдемі болса, сіздің оған отыруға құлшынысыңыз артып тұратын болады.
Және бізде 6-шы кеңес тыныш жерде оқу. Яғни музыкамен немесе арғы жақта телевизор қосылып, бала-шаға у-шу жерде оқитын болсаңыздар, ол сіздердің по-любому миларыңызда қалмайды. Оқыған заттарыңыз бекермен шығынға кетеді. Сол үшін де тыныш жерде өзіңізге арнайы бір бөлмені дайындап алып, кеңсе үстеліңізді қойып алып, өзіңізге комфорт жасап алып оқыңыз. Сол сізге әлде қайда жеңілдірек және тыныш жерде оқисыз. Дәптерге түсінік жазу, яғни конспект жазу. Мен негізі конспект онша көп жазбаймын, бірақ кейде ғана жазамын. Кітаптағы сызба нұсқаларды биология таңдайтын болсаңыз, мысалы сіз биологиядан әртүрлі кітаптардың тақырыптарын түсіріп қойыңыз дәптерге. Мақұл, ол мектепке арналмаған дәптер болса да, өзіңіз жеке дәптер арнап қойғаныңыз дұрыс әр сабаққа. Өйткені сіз болашақта қандай мамандық таңдайтыныңызды білмесеңіз, болмаса таңдап қойсаңыз, соған қазірден бастап дайындалыңыз. Мысалы, курс алмай-ақ, мен өзім 8-ші класс болсам да, әлі де ОБТ-ға дайындалып жүрмін, уже десем де болады. Өйткені мен химия биология таңдайтын болғандықтан, ол өте қиын сабақ. Сол үшін өзім мектептен бөлек тағы да бір дәптер арнап, соған тақырыптарымды жазып, күнделікті конспект жазып жүремін. Ол өзіме де пайдалы, мысалы, менің миымда ұзақ уақыт сақталып қалады, және де ол сақталып, кітапты сіз мектепке өткізесіз, ал ол дәптер сізде қалады деген сияқты ғой. Ол да сізге бір пайдасын обязательно тигізеді. 8-ші кеңес телефонсыз сабақ оқып үйреніңіз. Өйткені сіз ОБТ-ға, басқа да болашақта телефонмен барлығын шеше алмайсыз ғой. Телефонды керек жерлерде ғана қолданыңыз. Өзіңіз біліп тұрған нәрсені миыңызды шашатқыңыз келмесе де, бәрібір телефонсыз шығарып үйреніңіз. Біз калькулятор, мысалы, бірге бірді қосқан кезде неше деген кезде миымызды шашатқымыз келмей, жалқаулықпен калькуляторға саламыз. Оның орнына баған түрінде есептеп, солай шешіңіз есепті. Ал басқа да тапсырмаларды, қазақ тілінен, қазақ әдебиетінен тапсырмаларды, КДЗ-ның, Здания.com-ның керегінсіз орындаңыз. Оған өзіңізде басыңыз жетеді негізі. 9-ші кеңес жоспарлап отыру. Әрбір басқан қадамыңызды, әрбір жасаған ісіңізді жоспарлап жүрсеңіз, ісіңіз берекелі болады және уақытты үнемдей аласыз. Сабаққа біз мақұл күнделікті өмірге жоспар құратын шығар енді әрбір адам, мен мысалы үнемі құрып жүремін, ал сабаққа жоспар құрмаймыз. Неге екенін білмейміз, бірақ сабаққа жоспар құру керек. Өйткені біз уақытымызды үнемдей аламыз және телефонсыз өзімізге шектеу қоя аламыз. Мысалы, өзіңіздің жеке күнделігіңізге мына сабақты 30 минут, мына сабақты 40 минут, мына сабақты 15 минут орындаймын деген сияқты жоспарлап отырыңыз. Және мына уақыт пен мына уақыт аралығында сабақ оқып бітуім керек деген өзіңізге цель, мақсат қойыңыз. Сонда өзіңіз тезірек сабақты оқып біте аласыз, уақытыңызды үнемдей аласыз. Ештеңе ойламау, миыңызда артық қалдық сақтамау. Яғни біз TikTok-та, TikTok желілерінде, Instagram-да өте көп отырғандықтан біздің миымызда артық қалдықтар қалып қалады. Мысалы, жаңалықтар көреміз. Әркімнің өзінің проблемаларын, әртүрлі проблемаларды, әртүрлі тренд, сондай билерді, әндерді миымызға сақтап алып, соны айтып, күнделікті соны ойлап жүреміз. Ол бізге сабақ оқуымызға кері әсерін тигізеді. Сол үшін де сабақ оқып жатқанда, күнделікті өмірде өзіңізге керек емес артық заттарды миыңызда сақтап қалмаңыз. Егер де сіз менің видеомды соңына дейін көрген болсаңыз, сізге өте көп рахмет. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Енді менің кеңестерімнің керегін алып, керек емесін қалдырасыздар. Ол өздеріңіздің еріктеріңізде. Үнемі сабақ оқып, дамып, уақытыңызды бос шығынсыз пайдалы өткізіңіздер. Ол өздеріңіздің салауатты өмір салтын ұстануға деген қадамдарыңыз болсын. Егер де болашағым жарқын болсын десеңіз, осы уақыттан бастап қадам жасап, сол мақсат қойсаңыз, сол мақсатқа жетуге дамыңыз, ұмтылыңыз. Әрқашанда сабақ оқып, үздіксізден, аз-аздан демалып сабақ оқыңыздар.
Сау болыңыздар, осымен менің видеом аяқталды. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.